Сен жалғыз емессің. Алғы сөз. Қорықпаңдар, сендермен біргемін, естимін, көремін. Таха сүресі 46 аят. 18 мың ғаламды жаратқан, біздерді қараңғылықтан нұрға шығарған, білмегенімізді үйретіп, өмір сүру ережесін Құранмен насихат етіп, бізді әркез жақсылық пен мейірімге шақырған әлемдердің Раббысы Рахман әрі Рахим Алланың атымен бастаймын. Сондай-ақ барлық адамзаттың асыл үлгісі пайғамбарымыз Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, деп кітабымызды жазып бастадық. Құрметті қыз-келіншектер, аяулы ханымдар, әрбіріміздің бір сырындылықтың жалығып, жанымыз жанашылдықты қалайтын, өмірімізді өзіміз өзгерткіміз келетін кезіміз болады. Өзгеріс өзіңнен басталады. Шын мәнінде амалдар ниетке байланысты және расында әрбір адамның іс-әрекеті ниетіне сай бағаланады. Хадис. Дұрыс ниет оң нәтиже. Кез келген істі Алланың атымен бастап, Алла разылығы үшін деген ниетпен әрекет етсе, ол істің берекесі көп болады. Әуелі ниеттің дұрыс болуы іштей қадағалап, жақсы ой мен таза пейілдің маңызды екенін ескер. Соңғы кездері психологияда трендке айналған тақырып саналылық, осознанность. Адамда үнемі екі қалып болады: автоматты және саналы қалып. Саналы болу дегеніміз не? Оның өміріміздегі маңызы қандай? Саналылық дегеніміз әрбір іс-әрекетіңді не үшін, кім үшін, қалай жасап жатқаныңды, дәл осы әрекет саған не үшін қажет екенін нақты білу. Автоматты түрде әрекет ету дегенімізше, мысалы, барлығымызға таныс жағдай, үй жинағында немесе тамақ дайындаған сәтте ойымыз басқа жақта болса, үстелдің шаңын сүрттім бе, тамаққа тұз салдым ба деп ойланып қаламыз. Өйткені біз ол әрекетімізге саналылық қосқан жоқпыз. Ал саналы әрекет ету дегеніміз ойыңның әрекет етіп жатқан ісіңе болуы. Мысалы, тамақ жасап жатқанда әрбір процеске көңіл бөлесің. Дәмді ас даярлау деген мақсатың бар. Тіпті байқасаң, автоматты түрде жасаған тамағың мен саналы түрде жасаған астың дәмі екі түрлі болады. Сондықтан саналы түрде жасалған әрекеттің нәтижесі әркез жемісті болады. Ал білесің бе, осы саналылыққа жетудің бірден-бір төте жолы ниет ету, оны түзеу, жаңартып отыру, түпкі ниетті анықтап отыру. Яғни әрбір әрекетті бастаудан бұрын ниетіңді дұрыстап, анықтап алу саған екі дүниелік пайда береді. Ең бастысы ниетті ажырата білу. Беткі ниет және түпкі ниет болады. Осы екеуінің ара жігін ажыратып алу сені көптеген эмоционалды шығыннан, стресстен, пайдасыз іс-әрекеттен және күйзелістен де арылтуы мүмкін. Кейде бір іс жасағанша біз тек беткі ниетті ғана назарда ұстаймыз. Алдымен екеуінің айырмашылығын мысал арқылы түсініп алайық. Жақын құрбың сенен көмек сұрап келді. Қолың тимей тұрса да, бас тартпай көмектесуге келісім бердің. Алла разылығы үшін көмектесіп жіберейін деп ниет еттің. Бір күні дәл сондай саған көмек қажет болғанда, ойланбастан бірден өзің жәрдем берген құрбыңа хабарласасың да, қандай да бір себептермен көмектесе алмайтынын естисің. Осы кезде сенің ішіңде бірдеңе бүлк ете қалып, мен уақытында жоқтығына қарамай оған көмектеспедім, ол оп-оңай бас тартты деп ренжісең, оны сынға алсаң, демек Алла разылығы үшін деген ниетің тек беткі ниет болғаны. Түпкі ниеттің ертең оның кісі ақысына қандай жағдайларда қол сұғамыз? Бұл екі дүниелік маңызы бар сұрақ. Жалпы оны тым глобалды қарастырудың, біреудің материалдық тұрғыдан ақысын жеу ғана деп қателеспеу керек. Жалпы мынаны білген дұрыс. Сенің шекараң біткен жерден келесі бір кісінің шекарасы басталады. Бұл дүниеде жасалған шаңның
түйіріндей жақсылықта, шаңның түйіріндей жамандықта себепсіз қалмайды. Егер кісі ақысының жауапкершілігін барлық адам терең түсінсе, елімізде бірде-бір лас әжетхана қалмас еді. Иә, нағыз кісі ақысына қатысты мәселе бұл. Ешкім көрмейтін жерде әрбір адамның шын бет-бейнесі көрінеді. Ешкім көрмегенмен сен жасап кеткен кереметті сенен кейін кіріп көрген адам жиіркенді. Оған өте жағымсыз болды. Тыжырыңды сөзбен сабап алды. Бітті, сен сол адамның ақысына қол сұқтың. Өйткені дәл сенің себебіңнен ол адам жиіркенді, жаман сезімде болды. Сенен кейін кіретін, саған дейін тазалап, реттеп, табыстаған адамның бәрінің өз ақысы бар екенін ұмытпа. Айналаға, қоғамдық ортаға жанашырлық танытып, барлық жерде кісі ақысы адамдардың ақысына кіріп, кешірім сұрап, ақыретке қалдырмау мүмкіндігі тумай қалуы мүмкін. Осындай бір өте ұсақ деп ойлайтын күрделі мәселелер қатар мынадай дүниелерге де абай болыңыз. Қоқыстан арылмай өмірің тазармайды. Үйімізді, жұмыс орнымызды қаншалықты апта сайын жинастырып, артық қоқыстан арылтып, тазалық жүргізсек, соншалықты жан дүние әлеміне де тазалау процесін жиі жасап отыру керек. Үйді шаң басса бірден көзге көрінеді ғой, ал жүректі шаң басса қалай байқаймыз? Жүрегімізге салмақ салып тұрған реніш пен өкпеден қалай арыламыз? Алда осы сұрақтардың барлығына жауап аласың. Ал қазір айналаңның тазалығына жақсылап мән бер. Жапондық Мари Кондо есімді қыз ойлап тапқан тазалық техникасы әлемдік деңгейде үлкен танымалдылыққа ие болды. Бұл әдістің әлем бойынша көптеген адамдарға пайдасы болғандықтан халық бірінен бірі естіп, зерттеп, оқып біліп қолдана бастады. Ал енді дәл осы әдісті қалай пайдаланамыз? Оны дұрыс қолданудың жолдары қандай? Бәрімізге белгілі, әр аптаның сенбі-жексенбісі әйелдер қауымы көбінесе тазалық күні ретінде қабылдаймыз. Отбасымызбен бірге үйді, ауланы жинауға кірісеміз. Кір-қонды жуып, балаларды келер аптаға киер киімін реттейміз. Моншаға барып та үлгеруге тырысамыз. Тура солай, бірақ енді заттар мен киім-кешек, үйдегі түрлі ыдыс-аяқ, құрал сыйымдарға бір реттеу жүргізіп шығу қажет. Әсіресе әйелдер қауымы ескі сыймай қалған немесе жыртылған киім болса да кейін бір керек болады деп сақтап жүреміз. Одан қалса сөмке, түрлі бояулар, тазалық осы жерден басталады. Керек емес, енді сен ешқашан кимейтін, жыртылған бірақ тігіп аламын деп ниеттеніп жүргеніңе біраз болған киімдерді арықтағанда киетін, салмақ қосқанда киемін деп сақтай бергеннің бәрін тастау керек. Себебі ескіден арылмай орнына жаңасы келмейді деген дүниелік келуі екіталай. Немесе ішіндегі жыртық емес, сен өзің кимеген, жалпы киюге жарайтын киімдердің бәрін жинап, жақсылық жолында дұрыс ниетпен мұқтаж жандарға садақа ретінде берген құп болады. Бұл үшін қазір мешітте арнайы жәшіктер қойылған. Аталған іс мұқтаж отбасыларға көмек, ал өзің мен отбасың үшін мол сауап болады. Осындай реттілікті жұмыс орның мен жеке кабинеттің көлігінде де жаса. Әсіресе әйелдер қауымы қол сөмкесіне де ерекше мән берген жөн. Ондағы қажетсіз заттарды іріктеп, қоқысқа тастау керек. Әйтеуір бір керегі болар деген оймен көтеріп жүрген заттарды үйдегі орнына қой. Әлде қашан таусылған ерін далабы және енді қажет емес. Қазір сөмкеңді ашып көрші, міндетті түрде саған мүлде қажет емес бір-екі нәрсе табылады. Әйел адамның көлігі де сөмке сияқты. Бірнеше жыл бұрынғы визиткалар, қажетсіз чек қағазы, жарамдылық мерзімі әлде қашан аяқталған жеңілдік дискноты картасы, балалар жемей тастап кеткен тәттілер де қуыс-қуыста жатқан шығар. Егер көлігің болса, оны да тазала. Одан кейін тағы мән беретін құрал телефон. Оның ішінде де қажеті жоқ адамдардың нөмірін Instagram желісінде тек жағымсыз жаңалық тарататын аккаунттар, ескі суреттер және пайдасыз видеожазбаларды өшіріп, миға тыныштық сыйла. Әлеуметтік желіні тек пайдалы іске қолдан. Маңызы жоқ өсек заяң
көп чаттарды шығып кет. Әсіресе Мари Кондо техникасы сынған, бүлінген ескі нұсқа нәрселерден арылтуға кеңес береді. Ас үйде қолданбайтын ыдыс-аяқтар, шетінеп кеткен тарелка, өтпей қалған пышақ, ал боянатын айнаның алдында бос опаның қорабы, қолданбайтын әтір, крем, тағы басқалар. Осылай материалдық тұрғыдан тазарып алған соң, жан дүние тазалығына көшеміз. Жан дүниемізді тазалығына үй жинап босаған сәттен-ақ кірісіп кетуге әбден болады. Мысалы, біздер, қыз-келіншектер қауымы үй жинағанда музыка қойып қоюға әуеспіз. Біздің бір кеңесіміз, үй жинаған сәтіңде пайдалы насихат, не болмаса саған қажетті тақырыптағы лекция қойып қой. Каналыма тіркеліп, кітаптың жалғасын күтіңіздер. Рахмет.